көз алдына келіп тұрғандар бір ай бұрын қандақ той өткізеді. Кафенің кәйіне кіріп, соткалағы чәмаңла, анда қымаңла, мында қымаңла, карантин, оке қамсы болады ғой, мұныке қамсы болады ғой. Бүгін енді Құдағы шүкіре. Нұр топ келді, Рүстем yazып келді деп сөз алдымыз. Уақытыда мобильный групп келді дедік. Азы мана яқшы бүгін артистler келді. Бірақ карантин нұрғылыған insanlarını, nurgulluğun adamlarını terbiyelep etti o. Asmanda uçucu gelenlerin hemsi yegi düştü. Düştük. Plotlu düştük o düşkende. Karantinin aldıda ya Allah kandak kamunardım ben. Telefonda söz düşümcü menin. Alo, assalamu aleyküm. Kamunar degen tamadısız mı adısı? Men. Nім болды деп кететін. Паланчы күні баламның тойы де, өткіз беремсіз. Тоқтапты, қарапақай, бошке. Онда қыз балам тойын өткіз беріңіз. Паланчы $100. Кішкілем түш беріңіз. Хапома, түшәмейме. Үкіні железні маңы той келді деп кететін. Карантин как башланды? Бикағы той іздеп кеттік. Леш бі үйден шыққыш керек. Арлап, менің мұндақ күлдерім болды. Апамғы тамадылық қып, дадамдың расчет сорған күлдерім болды мен кәдім. Страшно ғой. Карантинден кейін бірінші звонок кәгенді. Шенмей. Телефонға қарап, маштақлы елеп, алло, ассаламу алейкум, коммунар деген тамады сіз мат. Валейкум ассалам, қирындышым дедім ғой. Мен, сіз паланчы күні бош ма деді. Біз hazır күнді бош. Ставкаңыз қанша дейді. Қанша бере алайсың бе? Қарыз кіріп кеттім бе? Кәдімгіден жығыла кеттім ғой. Онан декен бір кіші звонит қылды маңа. Алло, ассаламу алейкум, коммунар деген тамады санна дейді. Мен, баламның тойын өткізпегені дейді. Өткіз берей, бірақ фүкам бір но деген ері ба дейді. Қандақ дейсем, менің ақшам жоқ дейді. Ақшаң жоқ болса, бір қой бә дедім. Фүка, онда қыма. Кішкем түшпе дейді. Бопты дедім. Маңы бердіған қойның жұңыны қырқып ал дедім. Фука, оныңдан басқа түшемемсе дейді. Я қапыма түшемейме, 3 ай қерінді музыкантым алды дедім. Мұны үрмәт кәзбек малла. Бүгінгі қожалық той мәріканла мұбарек болсын.